Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айдана. Бүгін 10 минутта ғана дайын болатын пайдалы салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Менің каналымдағы түрлі рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыздар. Салатымызға сұйық май, қызылша және чеснок, тұз қажет болады. Қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. Кез келген үккіштен өткізсеңіз болады. Қызылшаны үккіштен өткізіп алдым, және де чеснокты да ұсақтап турап алдым. Сіздер чеснокты үккіштен өткізсеңіздер де болады. Барлығын дайындап алдым. Табаға сұйық май құйдым. Сұйық май қызғаннан кейін қызылшаны саламыз. Араластырамыз жақсылап. Содан кейін ең төменгі отта табаның қақпағын жауып қойып, және қызылшамызды пісіреміз. Яғни 8-10 минутта қызылшамыз дайын болады. Ортасында 1-2 рет араластырып қою керек. Қатты езіп жібермеңіздер. Қызылшамыз 8-10 минутта дайын болады. Міне қызылшамыз дайын болды. Толығымен пісті, біркелкі болып тұр. Қатты піскен жоқ, езілмеді. Сондай болу қажет. Видеодағыдай көрсеткендей. Қызылшаның көлемі сәл азаяды. Келесі үстіне чеснок қосамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Қызылшаны чеснокпен бірге жақсылап араластырамыз. Свекламызды суытып аламыз. Осылай қызылшамыз бөлме температурасына суығаннан кейін тәрелкемізге салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қойып, 30 минуттан кейін жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет, әрі пайдалы, тез дайындалатын салат. Жасап көріңіздер. Осы видео ұнап жатса лайк баса кетіңіздер, және сұрақтарыңыз болса астыда комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен бірге мен Айдана.